Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен жасыл помидор қосылған ерекше қыстық салаттың рецебімен бөліскім келеді. Алдымен көкөністерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Перецтерді осылай сопақша етіп кесіп аламыз, соломка етіп. Одан кейін пияздарымызды жартылай дөңгелекшелеп кесетін боламыз. Помидорды да дәл солай кесеміз. Ал морковьті осылай чөркіден өткізетін боламыз. Чеснокты осылай дөңгелетіп кесуге болады, немесе үккіштен өткізіп салуға болады. Сіздер ащы бұрыш қолдансаңыздар да болады. Мен үйде бар полуострый бұрышын қостым. Осылай барлығын турап шығамыз да үстіне қажетінше қантымызды, тұзымызды, сұйық май, уксусты қосып, лавровый листті салып, барлығын араластырып, газға қоятын боламыз. Алдымен қайнағанша астын қаттырақ қоямыз, содан кейін араластырып отырып, 20 минутқа астын басып пісіреміз. Чайниктің ішіне крышканы салып, үстіне банканы қойып, осылай стерилизовать етемін. Өте оңай жолы. Шынымды айтсам, бұрын осы стерилизовать етуден қорқатынмын. Дұрыс шықпай қалама деп, салаттарым атылып кетіп жатама деп. Еш қиындығы жоқ екен. Сөйтсем, қазір жаппай тек жаз бойы салат жауып жатырман. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, барлығы да өте дәмді болып шығып жатыр. Отбасыма да ұнап жатыр. Сіздер де қорықпай жасауларыңызға кеңес беремін. Мінекей, тағы да бір салатым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Айтпақшы, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.